аударсаңыздар болады. Әйтпесе қолдарыңызды күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Осылайша барлық құймақтарымызды құйып пісіріп аламыз. Менде жалпы 16 штук блинье шықты. Сонына қарай құймағыңыздың қамыры қоюланып бастаса, аздап қана су немесе тұз құйып жіберсеңіздер болады. Осымен біздің барлық құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, ажурный болып шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер. Ортасына қалаған начинкаларыңызды салып жей берсеңіздер болады. Және мен сияқты бетін шоколадтың көмегімен әсемдеп және жемістерімізбен әрлеуге болады. Және де бұл құймақтармен блинье торт жасауға да болады. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Аружан. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар лайк қойып, каналға тіркеліп, комментарий жазып қойыңыздар. Әлі де рецепттер болады.